Бұл күнделікті тұтынып жүрген тағамдардың пайдалы немесе зиян екенін таразылайтын тұтынушы таңдау бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен Сәкен Сейітханұлы. Мен осы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша тек екі ғана ондай кәсіпорынды білемін. Сапалы тамақты үйге жеткізіп беретін. Бұл пікірді қостайтын кәсіпкерлер аз шығар. Өйткені кімде-кім өз бизнесіне жаманат келтіргісі келмейді. Алайда шындық бәрінен қымбат екенін ескерсек, тағамдарға түрлі қоспалар қосылатынын да жасыра алмаймыз. Если вы посмотрите на прилавки магазинов, то сейчас вся продукция, Қазіргі уақытта дүкен сөрелеріндегі тағамдардың көбіне дәм күшейткіштер мен бояғыштар қосылады. Мен түсінемін, жол шалғай, тағамдарды жеткізуге көп уақыт кетеді. Сол себептен кейбір кәсіпкерлер қай уақытта болсын өнімді өткізіп табыс табуды көздейді. Егер мүмкіндік болса, қоспасы көп тағамдардан бас тартып, табиғи өнім тұтыну керек. Әрине, жұрт табиғи өнім тұтынғысы келеді де, өндірушілердің жер жарған жарнамасына сеніп тапсырыс береді. Сол маркетингтік жұмыстарға күмәнмен қараған дұрыс. Осы сарындас пікірді айтатын кәсіпкерлер жоқ деп ойлауыңыз мүмкін. Алайда, тағам жеткізу ісімен айналысатын кәсіпкер Бауыржан Байтуғанов әуелі сөзге емес, тағамның сапасына баса мән беру керек екенін айтты. Конечно же, говорить, что у нас не было жалоб при доставке, это будет... Әуелде тағам жеткізуде олқылық болғанын жасырмаймын. Ет суып қалып, жеткізушілердің кінәлі болған кездері болды. Одан бері 3 жыл өтті. Ал қазір біздің жұмыс жолға қойылған. Барынша жылы дәмді ет жеткізіп береміз деп толық айта аламын. Ал егер тапсырыс берушіге біздің тағам ұнамаса, ақшасын толық қайтарамыз. Карантин көптеген бизнесті ширатты. Дәлірек айтсақ, жұмыстары бірде тоқтайды, салдарынан тапсырыс болмайды. Ол әрине шығын. Осындай қиындықтан құтылудың амалын қарастырғандар түрлі амалдар арқасында істерін ілгері бастырып отыр. Однозначно, во время карантина спрос чуть-чуть уменьшился. Карантин талаптары күшейіп тұрған уақытта біздің тағамдарға сұраныс төмендеді. Неге дейсіз ғой? Өйткені біздің негізгі дайындайтын тағам бүтін қақталған қой еті. Ол 20-дан аса адамға арналған. Білесіздер, сол уақытта жиындар азайып, мерекелік дастархан жаю тыйылды. Сәйкесінше өнімге деген сұраныс біршама қысқарды. Алайда біз басқа да жолдарды қысқартып, ет тағамын әзірлеп, тапсырыс берушілерге жеткізіп беруді қолға алдық.